Балалардың тәрбие мәселесіне де назар аудара кеткенді жөн көріп отырмыз. Оның ішінде енді қазіргі балалардың ортасындағы өте танымал мына анимациялық фильмдерді дамыту мәселесіне байланысты біздің хабарымызға қатысып отырған Наурыз Сайдаубай мырзаға сұрақтарымызды қояйық деп отырмыз. Парламент мәжілісінің депутаты Наурыз мырза, сіз жақында осы мәселеге байланысты арнайы депутаттық сауал жолдадыңыз. Онда осы қазақ тіліндегі анимациялық контентті көбейту мәселесін көтердіңіз. Қазір енді осы мәселелерге байланысты нақты қандай дәйектеріңіз бар? Сонымен бөліссеңіз. Қайырлы күн баршаларыңызға. Енді біріншіден Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының атынан барша қазақстандықтарды бүгінгі балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Бірінші құттықтаудан бастайық. Енді және ағамыз айтып кетті ғой, Қазақстанда 6.700.000-ға жуық жас бар дейік. Балалар бар. Ол Қазақстанның 34.1%-ын құрайды. Енді өздеріңізге белгілі. Оның ішінде біз қазақ ішінде бөлеміз ғой. Сәби, жас өспірім, бала, бөбек деп. Енді өздеріңізге белгілі, бізде 10 жылдан артық балапан телеарнасы жұмыс істеп келе жатыр. Еңбегі орасан зор. Қаншама қазақ балаларды қазақи тәрбиелеп шығарды. Енді сол балапан телеарнасы қазіргі күші жетпей жатыр деймін. Себебі біздің бүлдіршіндер, біздің балалар енді қазіргі таңда гаджетқа байланған ғой. Сол гаджет арқылы өзге тілде, өзге елдің анимациялық мультфильмдерін көріп жатыр. Өздеріңіз де куә болып жатсыздар. Бір кісінің немересі болуы мүмкін, бір кісінің баласы болуы мүмкін, інісі болуы мүмкін. Енді осы ретте біз ары жүріп, психологтармен кездесіп, анализ жасап, көп бала аналармен кездесіп, пікір алмастық. Сонда көп кісілердің балалары 5 жасқа дейінгі, 5 жастан асқан тілдері шұбар, не қазақ тілді, не орыс тілді, не ағылшында дұрыс сөйлей алмайды. Себебі мына сөйлеген кезде жұрнақ, жалғау дегеннің бәрін жұтып қояды. Көріп отырсыздар. Енді олар амалсыздан барып инклюзивті бір мектептерге беруге мәжбүр болып отыр да. Соның алдын алу мақсатында енді жастарымыз ондай 5 жасқа дейінгі өзге тілде емес, өз тілімізде сөйлесе екен деген мақсатта ғой. Енді бұл жерде біз қазақ тілді контент деген жоққа шығармаймыз, бар, бірақ жетпей жатыр. Енді ұсыныстар айттық. Қандай ұсыныстар? Ол жерде қазақ фильм деген секілді, қазақ фильм бар ғой, Шекайн Аймановта. Соның ішінде сол секілді, бұрынғы Союз мультфильм секілді қазақ мультфильмі шығаратын, қазаққа бір жақсы контент беретін, оның ішінде YouTube желісінде көбірек пайдаланатын қазақ тілді анимациялық мультфильмдер шығарса екен дейміз. Яғни балапан арнасы, сіздерге білесіздер, 3 жастан 10 немесе 12 жасқа дейін. Жаңағы айтып отырмыз, бізде сәбилер бар, бүлдіршіндер бар, жас өспірімдер бар. Бұның ішінде мультфильм көретіндер бар, анимация көретіндер бар. Бізде Қазақстанда көбінесе қазіргі таңда комедиялық кинофильмдер түсіріп кеттік, ол дұрыс. Сонымен қатар мультфильмдер де түсірілсе екен дейміз. Қазақи дәстүрмен. Өзіміздің ертегілерді байланыстыра отырып дейсіз ғой. Бізде батырлар көп, бізде тұлғалар көп. Соны бір байланыстырып шығарса, жақсы сапалы өнім қылдырып, ол бір нұр үстіне нұр болатын еді деймін. Бәрекелді. Енді тағы да екінші ұсынысымыз, бұл балапан телеарнасына балама болатындай, және сол сияқты бір тағы да канал болса, балапан телеарнасында. Енді балапан телеарнасының қазіргі бюджетте көбейіп келе жатыр, жобаларда көп екен, бірақ Қазақстанда кабельдік телевидениеда 25 мультканал бар екен. Соның 24-і өзге тілде сөйлесе, біреу қана бізде балапан телеарнасы. Былтыр бізде жаңа ағамыз айтып кетті ғой, балалар жылында 2 телеканалымыз қазақша сөйледі деді. Ол TG, біреуі Nickelodeon, оның 30% ғана қазақша сөйлейді екенде, қалған 70% өзге тілде ақпарат береді. Соны сол сияқты мұнда бір ой туады, тағы да айтады ғой, өзге мультфильмдарды қазақ тіліне аударып бере берсе қайтеді дейді. Ондай да сұрақ бар. Бізде қазір көбінесе осы аударманы мен айналысып кеткен сияқтымыз. Бұл енді қаншалықты дұрыс? Енді мен өз ойым, екі елдің мәдениеті бір жерде тоғысса
қайсысы мықтырақ сол жеңіп кетеді. Әрине. Өйткені ол мультфильмдер өзге елде құрастырылып шыққан соң өзге елдің мәдениеті, тілі, діліне сәйкестеніп жасалған. Сондықтан дұрыс аударғанымыз, көргеніміз де дұрыс, бірақ қазақи өнім көбірек болса екен дейміз. Осы басым болса, балаларымыздың бәрі 5 жасқа дейін білесіз ғой, балаларымыз губка секілді әр информацияны сорып алады. Сол сияқты қазақи шыққан контентті сорбаған бала, фундаменті қазақи болып шыққан бала, кейін 5 жастан кейін қай тілде сөйлесе де өзі біледі. Оған дейін қазақиды сіңірсе, ол өте жақсы деп ойлаймын. Ол мультфильм, бұл баланың тәрбиелеудегі өмірдегі бір құрал болып кетті ғой бізге. Әрине. Енді гаджетқа сенген заман болды ғой. Содан кейін осы бір бастаманы көтеріп отқанымыз фракциямызбен.